Бәріне сәлем достар, осы жылы мен сіздерге жаңа новинкалармен қайтып келдім. Және ең бірінші новинкадан бастайтын болсам, ол биодерма мицеллярная вода. Бір жыл бойына қолданып жүрмін осыны. Өте жақсы тазартады бетті, гипоаллергенный, және көздегі тушты да өте жақсы тазартады екен. Маған бұны косметолог айтты, яғни жирная кожаны міндетті түрде мицелляркамен тазартып, одан кейін гельмен жуасың деді. Міне гельмен жуып келдім, осындай состояниеда бет терісі. Маған өте ұнап жүр бір жыл бойына, по крайней мере, кейде осындай прыщ шығып қалады, бірақ бір жыл бойына ешқандай прыщ шықпайды. Әрине, бұған қосымша диетаны да қосуға болады, но в принципе мицеллярка күшті екен. Сосын одан кейін ретинол. Открытие года дейді. Ретинол 10%, яғни ешқандай зақым келтірмейді теріге. Ертеңінде SPF 30 жақсаңдар да болады, себебі қазір қыс айы. Мен осы ретинолдың арқасында бетімдегі барлығандай постакна шрамы дейді, солардың көбін кетірдім, асықпай, ешқандай кожама стресс жасамай, осымен кетірдім. Келесі крем для кожи вокруг глаз Velocity тоже ұнады, осы бір жыл бойына жағып жүрмін. Мынандай күшті дозаторы бар, яғни қолдарымен ешқайда кірмейсіңдер, таза болып тұрады, және ыңғайлы осылай жағуға. Крем для кожи вокруг глазды міндетті түрде жағу керек. Егер мен сияқты 30 жаста болып, көздерінде ешқандай әжім жоқ болсын десеңдер, крем для кожи вокруг глазды күнделікті ұмытпай жағу керексіңдер. Одан кейін вообще самый крутой крем года это вот Dior Hydra. Осы крем өте мықты ылғалдандырады. Кешке таман мен жағамын, таңертең тұрған кезде бетім ылғалдандырылған, керемет болып шығады. Ешқандай крем осыған қарсы тұра алмайтын сияқты, әйтеуір маған ұнады өте. Сосын одан кейін қазір қыс болғандықтан және 30-дан асып бара жатқандықтан қолымның терісі құрғай бастады. Осыған менің апайым маған ұсынған Avène кремін жағып жүрмін. Осыны жаққалы бері қолым құрғағанын қойды. Міне осылай достар. Осы бір жыл бойына тапқан новинкалармен бөлістім. Жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.